16 жасқа толған балаларға арналған фильм. Не істеп жатырсың? Сен қалайсың? Бірақ бұл менің сұрағымның жауабы емес, ақымақ қыз. Сонымен шежірелік зерттеу? Мен оның не екенін білмеймін. Шежірелік зерттеу дегеніміз бір әулеттің ата тегін зерттеу. Понидың шыққан тегі кім, кіммен туыстық қатынаста дегендей. О, қызық екен. Жоғарысын алсаң қайтеді? Иә? Аха, қызық екен. Түсінікті. Мұның бір мәні бар. Таңғалатын дәнеңе жоқ. Не? Бұл жер бетіндегі ең керемет қалам. Мұның керемет нәрсе екенін маған бұрын неге айтпағансыңдар? Шежірелеген су бұрқақтың жанда тәтті мақта жегеннен де артық. Өзімнің кіммен туыс екенімді айтсам, ешқашан сенбесің. Сәлем, сіңілім. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжырекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Пинкидің Apple әулетіне мүше болуы. Толқып тұрғанымды қараш, сен алар емеспін. Аха, білем, керемет, солай емес пе? Менің тағы бір әпкем бар. Негізі, мен сенің 4-ші атаңнан тарайтын немере әпкеңмін. Дегенмен ол да туған әпкеңмен бірдей. Біздің отбасымызға қатысы жоқ адамдар үшін ақырындап жеткізуге тырысайын. Қызғанып қалып жүрмеңдер дегенмен. Бұл жер бетіндегі ең керемет отбасы. Ол рас. Apple отбасына қатысың бар боп шыққанына қуанып қалғаныңа сенімдімін. Енді сенің ұшқалақ сіңілің мықты ағаң және бәрін білетін Смит әжең бар. Паневелдегі ұлулар 48 айға дейін ұйықтай алады. Қарай көр. Және мен бармын. Тәтті алманың иісін сезіп тұрсың ба? Бұл өзіме қойылған сұрақ еді. Енді сен де Apple'сың ғой. Бірақ бәріне жауапты Applejack. Apple Bloom, рахмет әрине, бірақ... Рас айтам, менің айтпағым ол бәріміздің басымызды қосып ұйымдастырады. Солай емес пе? Мен пай отбасында да бақытты едім. Енді мына керемет отбасына мүше болдым. Арамызға сен қосылғаннан кейін ол бұрынғыдан да жақсы әпке бола бастады. Біз бір отбасымыз. Ең керемет отбасымыз. Мен бұған дейін ешқашан естімегенімізге таңғалам. Не боп қалды әпке? Туыс екеніміз нақты қай жерде жазылды екен таба алмай тұрмын. Ол міне! Мына жерде? Солай ма? Аха, Apple отбасынан шыққан Apple соус 4-ші атада пай отбасымен туысады. Арғы әжеміз Apple соусты көріп тұрмын. 4-ші атада туысады екен. Бірақ мына жердің сиясы жайылып кетіпті. Пай деп жазылғанына сенімдісің бе? Меніңше кішкене ғана өзгеріс бар, бірақ мен бұл сөздің көп бөлігін көріп тұрмын, және оқыған кезде шын екенін жүрегім сезеді. Бұл расымен де керемет, солай емес пе? Рас. Бірақ бұған көз жеткізбейінше қатты қуанбай-ақ қояйық. Сонда бұған көз жеткізу үшін не істеуіміз керек? Голди дешелес жиенім. Оның үйін Apple отбасының мұражайы десе де болады. Пинкидің айтқандарын растайтын құжаттар болса, тек сонда болады. Меніңше баруға болады. Айтпағым, Голди Делеші соншалықты алыс тұрмайды. Ал біздің онда бармағанымызға көп болды. Ойымды бәрін құптайсыңдар ма? Отбасы саяхат! Жолға шыққанда киетін қалпағымды көргендер бар ма? Басыңда емес пе? Жоқ. Соған қатты ұқсайды екен. Ол емес, айттым, бәтті. Халқым, Пинки Пай жолға шығуға дайындалып жатқанда жиналыс жасап жіберейік. Сендерге айтар бір-екі ауыз сөзім бар.
Осы уақыт бойы тісімнің арасында бірдеңе тұрған ба? Бұл отбасымыздың жаңа мүшесін қарсы алудың жаңа әдісі болар. Жоқ, әже. Түсіңізге ештеңеде тұрған жоқ. Мен бәріміздің пікірлес екенімізге және Пинки Пайға біздің әулетіміздің қандай керемет екенін көрсеткіміз келетіне көз жеткізіп алайын дегем. Ол алыс туысы болып шыққан отбасын тани беру керек. Бірақ жақсы жағынан танысын. Түсінесіз бе? Алаң болма, жаным. Біз керемет отбасымыз. Ол мұны міндетті түрде көреді. Қарада тұр. Менің ерекшелігім өзімді ең тіл алғыш пони етіп көрсетуімде. Сонда мен тәртіпті болам. Солай ма? Иә? Дайынсыңдар ма? Мен жолға шығуға дайынмын. Биг Мак, бұның бәрі бізге керек екеніне сенімдісің бе? Иә? Ал сен мұның бәрін сүйреп апара алатыныңа сенімдісің бе? Иә? Ал арбаң мықты екеніне сенімдісің бе? Иә? Ендеше жолға шығайық. Apple отбасы ән айтамыз. Бұл әнді бәрің білесің. Әрине. Иә? Жол бойы мен келе жатырмыз отбасымызбен. Осы елде де басқа елде де осы әнді айта береміз. Біз мәңгілік біргеміз, берік біздің іргеміз, бұл біздің жанұямыз. Жаңбыр жауса да, найзағай ойнаса да, бұл біздің жанұя. Жанұямның сәні, өмірімнің мәні, бұл Apple отбасының әні. Барлық көршілер және барлық достарым біздің әнді естісін. Біз мәңгілік біргеміз, берік біздің іргеміз, бұл біздің жанұямыз. Жаңбыр жауса да, найзағай ойнаса да, бұл біздің жанұя. Сабақтағы бұршақтардай тізіліп шықтық сапарға. Татулықта өмір сүрсең, Apple болсаң бізден бірге жүр. Қызыл күннің шапағаты, татулық пен достықтың қуат-таңы, махаббатқа бөленіп отбасыңда бақыттың тұтанар шырағы. Біз мәңгілік біргеміз, берік біздің іргеміз, бұл біздің жанұямыз. Жаңбыр жауса да, найзағай ойнаса да, бұл біздің жанұя. Иә? Биг Мак, сен айтып едің ғой? Жоқ, бұл сені кінәлағаным емес. Біздің отбасымызда ешкімді кінәламайды. Бірақ сен мұнша жүк арбаға ауыр болмайды дегенсің. Енді Голди Делишеске қалай жетеміз? Білмеймін, сондай-ақ кері қарай қалай қайтатынымыздан да хабарым жоқ. Голдидің үйі біздің үйден де жақын. Маған керемет бір ой келді. Өзен ағысымен жүзіп отбасылық серуен жасайық. Тек бір мәселе бар. Бізде өзенмен жүретін сал жоқ қой. Алмаған затымыз сол ғана. Бұрынғы кездері біз ағашты, қайың, шырыны және қантымен желімдейтінбіз. Негізі қызық екен. Дегенмен мұның пайдасы тиетініне күмәнім бар. Қызық екен. Пайдасы тигенде қандай, жаным? Мұна ағаштардан сал жасаймыз. Оны қайынның шырынымен және қантымен желімдейміз. Байқап көрейік. Бұдан да сорақысы болуы мүмкін еді. Естеріңде болсын, бұл жолы ең қажетті нәрселерді ғана аламыз. Тоқтай тұр! Бұл естелік альбом үшін. Пинки Пай, мұны жасауға қалай уақыт таптың? Applejack, отбасың үшін қашан да уақыт табуға болады. Қолымыздан келді. Жүзім деп айтыңдар. Демек, сенің айтпағың
Мен секіруге шешім қабылдасам, парашют ашылады ғой. Солай ма? Иә. Мәссаған. Бұл деген керемет. Иә. Жарайды. Тек карта су боп қалды демеңдерш. Қазір ол бізге керек боп қалады. Міне, карта кімде? Карта менде. 1, 2, 3. Сонымен іс бітті. Картаны мен сияқты ешкім іздемейді. Оны әншейін алып келу керек болғансың. Билеудің, ән айтудың, ойнаудың қажеті жоқ еді. Жай ғана жақындау керек еді. Иә. Жер бетіндегі ең тату отбасы деп айтыңдар. Естелікке тағы бір сурет. Бәрі жақсы, мен құлын кезімде бұл өзенді талай кесіп өткем, оны өзімнің 4 тұяғымдай білем. Қалай қарай жүзу керектігін де білесіз бе? Теңіз қоңыздар ағашқа жасырынғанды жақсы көреді. Білмейм. Ал мен білем. Бір білерім, оңтүстік шығысқа қарай жүзуіміз керек. Бұлай қарайды. Әже, сонда үңгірден өтуіміз керек пе? Алаң болма, балам. Эквестрдегі ең қорқынышты үңгір осы өзенде. Эквестрдегі ең қорқынышты үңгір? Иә, сендерді көре сала бас сала жеп қоюға дайын тұрған тіршілік иелеріне толы. Қандай қорқынышты? Тағы да айтып берші. Оған бәрі кіреді, бірақ ешқашан шықпайды. Мынаның сол үңгір еместігіне сенімдісің бе? Біз тура жүзіп бара жатырмыз ба? Эпплджек саған ересек понилердің айтқан сөзіне күмәнданбауды үйреттім ғой. Ол рас. Олай болса жарайды. Ал енді барлық понилер бәрің отырыңдар да кәрі әжелерің Смиттің кемені жүргізуіне рұқсат етіңдер. Міне көрдіңдер ме? Айттым ғой. Біле бермейтін ең қорқынышты құбыжық. Қорқатын жөніміз бар екен. Бұл эквестрдегі ең қорқынышты үңгір болған сияқты. Сендерді бұл жермен алып жүрейін дегем жоқ. Бірақ шытырман оқиғада пайдалы ғой. Әжейдің ең ақылды ойлары. Иә, бұлай тұрыңызшы, әже. Ары қарай өзім жүргізейін. Мен саған үлкендермен осылай сөйлесуді үйретіп бедім. Солай ма? Сіз маған ақылға жүгінуді үйреттіңіз. Ал менің ойымша, Голди Делишеске дейін аман есен жеткеніміз жөн. Мен онсыз да сендерді аман есен жеткізем. Неткен кең пейіледіңіз, бірақ меніңше сіз жасарыңызды жасадыңыз. Сонда қай бағытта жүзу керектігін қалай білесің? Карта өзенге ағып кетпесе, бұл оңай болар еді. Ей, егер Биг Мак арбаға көп жүк тиеп жібермегенде ештеңе де суға түспес еді. Иә. Ей. Ол рас. Сондықтан бұл сәттен бастап бәріне мен жауап берем. Мұнымен бәрі келісетін шығар. Маған бер, мен жүргізем. Маған бер. Менің айтқым келгені, бәрін кереметсіңдер. Және мен альбомға қазір біз құлайтын керемет сарқыраманың суретін салуға асықпын. Мен сендерге қайыңның шырыны мен қанты ағашты жақсы желімдейді деп айттым ғой. Біз жеттік. Голди Делишестің үйіне жеттік. Қараңдар, мұнда хат бар. Пинки Пай,
дауыстап оқып берсең қайтеді? Кешіріңдер, әлі оқыған жоқпын. Тек мына әдемі қағазды қарап тұрғанмын. Сонымен бір шаруаларыммен кеткенмін, бірақ көп ұзамай қайтып келетінін айтыпты. Тамаша! Оның несі тамаша? Себебі альбомға суреттер жабыстыратын уақытым болды. Көріскенше! Өмірімдегі ең сәтсіз сапар. Иә? Отбасымыздың ойран бола бастағанына куә болғанына сеналар емеспін. Сізбен дауласқаным сонша салдың рөлін жұлып алыппын. Мен тым артық кеттім. Кешіріңізші. Сенің кінәң жоқ. Қырсығып алған мен ғой. Негізі штурвалды саған баяғыда беру керек еді. Картаның су болып қалғанына мен кінәлімін. Ал менің күнәм. Жарайды. Білесің ғой. Біз сенің арбаға шамадан тыс зат тиіп, оның сынып қалғанын кешірмейміз. Сен бәріміз сияқты Пинки Пайды қуанқын келді. Меніңше, біз Пинки Пайға тіпті Apple екенін білсе де, өзін отбасымыздың мүшесі ғып сезінуге міндетті еместігін айтуымыз керек. Дұрыс айтасың. Сендер мені мазаққап тұрсыңдар ма? Сендер жер бетіндегі ең керемет отбасысыңдар. Бұлай айтуға қалай дәтің барады? Біз тұтас бір отбасы сияқты бірге бастадық. Ал енді қараш? Өздеріңе қараңдар. Сендер әлі де бір тұтас отбасысыңдар. Бір-біріңді жақсы көресіңдер. Бірдеңе дұрыс болмай қалса, бар кінәні өз мойындарыңа аласыңдар. Негізі ол дұрыс айтады. Сендер жай отбасы емес, керемет досыңдар. Менің енді бұрынғыдан бетер Apple болғым келеді. Мұны біз де қалаймыз. Шаруаларыңа осылай барады екенсің ғой. Амансыз ба? Сен де аман бол. Сіз Голди Делишесіз бе? Танысқаныма қуаныштымын. Ал сендер кімсіңдер? Біз Apple'мыз. Біз Apple'мыз деп ойлаймыз, бірақ Пинки Пай бізге алыс туыс боп келеме жоқ па, соны анықтау үшін сіздің көмегіңіз керек. Неге бірден айтпайсыңдар? Бұл шежірелі құпияны аша алатын бір адам бар болса, ол менмін. Кешіріңдер. Қонақ келет деп ойламап едім. Бір минут кіріп алайын. Сосын есіктің артындағы заттарды алып тастаймын. Қане, кет мысық. Тез кет деймін. Даймау. Қап. Ал, кіріңдер. Қош келдіңдер. Бәрі шашылып жатқан үшін кешірім сұраймын. Ақырын, бұл сендердің арғы аталарың Apple тартқа тиесілі болған. Ал мынау кімдікі? Бұл бір-екі апта бұрын менің түскі асым болған. Ал мұнда сендердің ата-бабаларына қатысты шежіренің толық жазбасы бар. Мұнда емес. Жоқ, мұнда емес. Міне, қарай көр. Не болды? Мен бе? Apple емеспін бе? Мәселе сонда, мен білмеймін. Тура осы беті былғанып қалыпты. Өте өкінішті әрине, бірақ сендерге көмектесе алмайтын сияқтымын. Ештеңе етпейді, бәрі жақсы. Мен тек бұл отбасының мүшесімін бе? Жоқ па, соны ешқашан біле алмайтыныма қапаланып тұрмын. Ал мен анық білем. Сонда қалай? Сен біле алмайсың. Менің бір білерім, кітапта не жазылғаны маңызды емес. Бізбен бірге талай нәрсені көргеннен кейін, қаншама қиындыққа шыдағаннан кейін, сенің Apple екеніңе күмәнім жоқ. Дұрыс айтады. Өте дұрыс. Иә? Ең керемет отбасылық құшақтасу деп айтыңдар. Ең керемет отбасылық құшақтасу. Арбаңызға тағы да рахмет. Келесі кездескенше, Голди Делишес. Сендер расымен де Apple әулетінің құнды жәдігерлерін алып кеткілерін келмей ме? Жоқ. Біз мәңгілік біргеміз, берік біздің үргеміз, бұл біздің жанұямыз. Жаңбыр жауса да, найзағай ойнаса да, бұл біздің жанұя.
Твайлайт мұның қағаз бетіне түсуге тұрарлық хикая екенін айтты. Олай болса, мен жақсы отбасы болу деген, мінсіз болу деген сөз емес, қиындықтарды бірге жеңу деген сөз деп жазам. Бұл бір-біріңнің қателігіңді кешіре білу. Ал нағыз достар отбасының бір мүшесіне айналып кетеді. Иә. Білесің бе? Одан да мен жасайын. Мен әдемі әңгімелей білемін. Ал мен қызықты әңгімелер айтып беруден тәжірибем көп. Одан да мен жазайын. Әй, Бекмак, бұл ғаламды алып қайда кетіп барасың? Керек. Өйткені мен де әңгімені жақсы жазам. Мен жазам. Мен жазам деймін. Маған керек ол. Оны мен әдемі жазам. Иә, маған бер. Мен жазғым келіп тұр. Мен қызықты әңгіме мен де айтамын. жазғым келеді. Иә. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл. Французша таңғы ас дайындаймыз.